Достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен пловтың сыңары, яғни шәуле дейтін тамақпен таныстырмақшымын достар. Біріңіз білсеңіздер, бірлеріңіз білмейсіздер. Достар, бұл тамағымыздың ерекшелігі өте тез әрі дәмді болып пісетіні сөзсіз. Достар, менің арнама подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Дәл осы тамағымыздың жасалу жолын көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Ол үшін бізге ет, картоп, сәбіз және пияз керек болады. Барлығын осылай сәбізімді осылай солонка етіп турап аламын. Картоптарымды 3-4 бөліктерге бөліп осылай турап аламын. Бірінші қызып тұрған майыма осылай етімді салып, етімді жақсылап қызартып қуыратын боламын достар. Достар, менің инста парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Мен жаңа рецепттермен осы инста парақшамда дәл осылай қылып жазып, тикток парақшама да кіріп көрсеңіздер болады. Түрлі рецепттермен бөлісемін. Етімді осылай қызартып қуырып алғаннан соң, оның үстінен осылай пиязымызды да салып біраз қуыратын боламыз. Және осы пиязымыздың үстінен аздаған осылай томатымыз салатын боламыз. Біз пловқа томат қоспаймыз ғой, ал бұл тамағымызға томат қосатын боламыз достар, кішкене рең беру үшін. Енді осы ет пен пиязымыздың үстінен туралған сәбізімізді және туралған картоптарымды осылай салып алатын боламын. Картоптарымды көбейіктеп турағам достар, байқасаңыздар, дәл осылай етіп турайсыздар. Осылайша барлығын салып алғаннан соң бір келкі бір араластырып алып, жақсылап қуыратын боламыз достар. Жақсылап қызартып, әдемі етіп қуыратын боламыз картоп сәбіздеріміздің барлығын. Және осы қуырған тамағымыздың үстінен енді қазанымызға осылай 2-3 шөміш су құятын боламыз достар. Суын аса қатты көп құймайсыздар, 3 шөміш су құйсаңыздар жеткілікті. Енді адамдардың санына қарай, отбасыңыз мүшелеріне қарай достар, соған қарай су құясыздар және күріштеріңізді соған қарай салатын боласыздар достар. Енді су құйып болғаннан соң үстінен осылай аздаған бір ас қасықтай тұзымызды салып, еттеріңіздің тұзы болса достар, дәміне қарап саласыздар. Мен осылай қара бұрыш қосып жасаймын. Себебі тамаққа осылай қара бұрыш қосып жасасаңыздар, тамақтарыңыздың дәмі одан сайын тәтті болады достар. Осылайша қара бұрышымызды салып, бір қозғап, енді осы тамағымыздың бетін жауып, қатты бетін қымтап жаумаймыз достар, жартылай ашық етіп жауып қоятын боламыз. Кішкене су қайнап шыққанша достар. Оған дейін біз күрішімізді, яғни бір кесе күрішімізді салып, жақсылап жуып аламыз. Міне достар, менің суым бір 20 минутта, 30 минутта қайнап шықты. Тағы да 5-10 минут қайнатып аласыздар. Себебі ішінде етім жұмсақ болып пісуі үшін достар. Енді осы сорпамыздың үстінен осы күрішімді салып алдым. Енді тағы да бетін қатты жаумай, жартылай жауып, тағы да қайнатуға күрішіміз піскенше, яғни 10 минут, 15 минутқа қойып қоятын боламыз достар. Міне достар, менің күріштерім пісіп шықты. Тамағымызды дәл осылай болып пісетін болады. Енді осы тамағымызды бір қозғап, міне дәл осындай тамақ дайын болады достар. Мүмкін біреулеріңіз осы тамақты жасауды білетін шығарсыздар, мүмкін білмессіздер. Өте дәмі ерекше болып шығады. Біздің отбасымыздың барлығы ұнатады осы тамақты. Мен бұл тамақты пловтың сыңары деп айтамын, себебі дәл сондай болады, бірақ дәмі пловтікіне қарағанда өте өзгешелеу болады достар. Міне мен тағы да 5 минуттай уақытқа дымдап, астын кішірейтіп қойдым. Міне барлығы осылай болып дайындалады достар. Менің видеом ұнаса, маған лайк бас, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Және менің арнама міндетті де подписация жасап, және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жаңа рецептерді бөлісетін боламын достар. Міндетті түрде осы тамақты жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Алмагүл.